Белсенді қоғамдық қор туралы білесіз бе? Иә, білем. Амансың ба? Білем, белсенді қоғамдық қорын. Жалпы білем, иә. Иә, бұрын естігенмін, әрине білемін. Биыл белсенді қоғамдық қорын істеген қандай шарасы есіңізде қалды? Мәдениет клубында ойын ұйымдастырғаны есімде қалды. Сосын былай шараларға қатысқаным бар. Белсенді қоғамдық қор ауылда көгалдандыру жұмысымен айналысып көптеген теректер отырғызға, және де осы мына карантин кезінде маска таратып ауылға көптеген жұмыстары бар, ол балалар істеп жатқан. Белсенді қоғамдық қорының интеллектуалды ойындары, сосын карантин кезіндегі ауыл тұрғындарына деген өздерінің жанашырлық білдіріп, көмектесіп, маска таратып, сосын карантин кезіндегі сақтық шараларын, ережелерін ескертіп жүргендері есімде қалды. Бір шарасына қатыстым, ол әркім өзінің кітабын алып келеді. Сосын мана көпшіліктің алдында солай өзінің кітабын маған істеу керек болған. Сондай бір шараға қатысқам, соны көрдім. Және басқа да шаралар көрген жоқпын, бірақ ол естіген. Болашақта белсенді қоғамдық қорынан қандай жұмыстар күтесіз? Көп үміт күтеміз, жастармен, ауылдың қарттарымен жалпы ауылды көркейтуге үлес қосады деген ойдамын. Тағы да нәтижелер күтеміз. Жақсы жұмыс жасап жатыр, еңбектер еленіп, алғыс хаттармен марапатталған бәрін біліп жүрміз. Тағы да биіктерден көріне берсін, табыс тілейміз. Ауылымыздағы жалғыз зат болғасын, көп болғасын, әрине үлкен ауқымды болса, спорттық болсын, осы тағы басқа шараларды осы белсенді қоғамдық қорынан әрине болған әрине қалаймыз да. Сондай шаралар болса, спорттық шаралар болса жақсы болар еді. Белсенді қорынан тек жарыстар, футбол, волейбол дегендер сияқты күтте балаларға дегендей алға әдетке тартуға байланысты. Жақсы, рахмет. Бір үйдің баласындай бірлігімізді сақтай, жол жейміз сонда тек ауылға. Бәріміз бірге, бәріміз бірге. Шашаққан болсын, бірлікпен ортақ болсын, жетелейтін бізді тек алға. Бір үйдің баласындай қол ұстасып таң қалмай, жол жейміз сонда тек ауылға. Бәріміз бірге, бір үйдің баласындай бірлігімізді сақтай, жол жейміз сонда